Құрамында 1 грамда сливки жоқ творожный сырсыз-ақ өте дәмді табада торт жасауға болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен бізге 3 жұмыртқа керек, оған қантты қосып, жақсылатып миксерлеп аламыз. Келесі кезекте сүт, ерітілген сары майды қосып араластырамыз. ұн мен какаоны міндетті түрде електен өткізілу керек. Одан кейін қопсытқышты салып, тағы да барлығын араластырамыз. Массамызды теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз, табамызды майлап 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Қақпағын қызар осылай суланып жатса, міндетті түрде сүртіп алу керек. Бізде осындай әдемі эластичный кождар пайда болады. Креміне келетін болса, қаймаққа сгущенканы салып, 10 секундтай ғана араластырамыз. Әдемілетіп енді торттарымызды торт корж крем етіп осылай жағып шығып, үстіне шоколадты да ерітіп қойсаңыздар болады. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін арасында ешқандай қоспалар мен бояғыштары жоқ. Кенияның бетта дрингол шайын осылай әдемілеп демдеп қойып, артынан тортымызбен күштілеп отырып шай ішеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.